кейін плюс деген тесттерге сәйкес келмейді. Осыны сәйкестендіру мақсатында біздер Қазақстанның топырағы деген тақырыпты тереңдетілген бекше тегінде оқып жатырмыз. Ол үшін біз әдейі сарамандық жұмыс қостық. Оны бүгін сіздермен жаңа сарамандық жұмысын орындадық. Мына жерде көрсетілген сарамандық жұмыста Қазақстанның топырағының таралу шекарасы, топырақтың түрлері, типтерге бөлінуі, олардың түрі, және топырақтың профилі деген екенін оны біз осы жерде түсіндік. Біз Қазақстанның топырағын сабағымыздың екінші бөлімінде біз сыртқа шығып, сол жерде топырақ сабағын сол жерде түсіндіреміз. Қазірше Қазақстанның топырағының таралу шекарасы тестіне бізге келіп жүрген сұрақтарда кейбір сәйкессіз емес мәселелер. Мысалы үшін келтірейік. Қазақстанның солтүстігіндегі орманды дала зонасында оқулықтың біреуінде айтылады, мысалға Есназаровада 11%-ке дейін деп айтылады. Қарашірік қабатының қалыңдығы. Карпиков пен Бейсенова оқулығында, кейінгі шыққан оқулықтар, ол енді екі жыл кейін шықты. Ол оқулықта 7-9% қарашірік қалыңдығы дейді. Енді осыдан келетін оқушыларда кейбір түсініксіз пікірлер қалыптасады. Қайсысы дұрыс дейді? Бұл бірінші мәселе. Екінші, қардың қалыңдығында да, кейбір температуралық жағдайда да, содан кейін әлгі біздің зоналарымыз бар, топырақтағы тараған табиғат зоналары. Соның өзінің пайызында да алшақ. Мысалы үшін кетейік. Қазақстанның солтүстігіне алып жатқан біздің орманды дала зонасы бар. Солай ма? Көкшенің маңында бар, сосын мынау Қазақстанның солтүстік батысында. Орманды дала зонасының кейбір оқулықта, бізге биылға дейінгі оқулықта 7% деп келгенбіз. Менің сіздерге ұсынған мына картамда, оқушылар түсірген картада, біз 7% деген белгі. Көріңіздер, Қазақстанның орман дала зонасы 7% деген. Бірақ осы жерде мен түсіндіріп кеткенде, бұл кейінгі оқулықтарда 2,5% деген. Сөзінде көреміз, жерді қазып, топырақтың профилінің шұңқырын. Осы сабақтан кейін аяқ жағында алып барып көрсетеміз. Мынау енді кесіндісін, топырақтың профилі дейді, кесіндісі де болады. Оқулықта профилі депті деген. Мынау топырақтың беткі қабаты, шөпті қабаты. Қарашірік қабаты, ол А қабаты деп болады. Топырақ негізінен 3 қабаты негізгі. Кей жағдайда кейбір өзгерістер болуы мүмкін. А1, А2 деген болуы. Шірік қабаты, А қабаты, ол құнарлы қабат. Құнарлы қабат. Бұның қалыңдығы әр жерде әртүрлі. Онда жаңа ылғалменен күн сәулесіне байланысты қалың шөптес өсімдіктер өскен. Мысалы Украинаның өзімізбен көрші Ресейдің қара топырақ зонасындағы А қабатының қалыңдығы 2 метрге дейін жетеді. Қазақстанда 75 сантиметрге дейін жетеді. А қабатының қалыңдығы Қазақстанда 75 сантиметрге дейін жетеді. Қалыңдығы. Бұл қарашірік қабат болса, екіншінің өтпелі қабат дейді. Немесе оны сүзбелі қабат деп жүр. Бұл өтпелі қабаты Б қабаты. Бұл жаңағы не ылғалды сүзу қабаты, бұнда құнар жоқ. Болған күнде де өте әлсіз. Кейбір аса биік өсетін ағаш тәріздес.
немесе ксерофитті, суккулентті шөлде өсетін өсімдіктердің ғана тамырлары жетеді. Бұл өтпелі қабат, ең соңғысы қабаты бұл аналық жыныстар. Аналық қабат дейді, немесе аналық таужасы дейді. Бұл қатты қабат, бұнда шірік немесе тірі белгі болмайды. Бұл өлі қабат дейді. Ең тірі қабаты мынау. Біздің халық шаруашылығы адамдардың ғасырлар, мыңдаған жылдар бойы пайдаланып келіп жүрген ең керекті қабаты, борпылдақ, бос құнарлы қабаты осы ағабаты. Ағабаты кейбір деректерде, оқулықтарда А1, А2 деп келуі мүмкін. Қалың жаңа қарайтын. Қосшы, оператор, бүгін қос. Қосылу? Мотор. Сәке, бұл біздің мына ата-аналардың жаңағы несінің қайырымдылығының жасағаны бізге. Азимов деген ата-ананың берген мынау можжевельник деген ағаш, декоративный ағаштың түрі. Мектепті көгалдандыру жұмысы. Мектептің директоры, мынау шаруашылық жөніндегі орынбасарлары бүгін осы жұмыс жасап жатыр. Анда да егілген мынау көкөніс